we're gonna hold that, hold that. Есейіп кетсемде мен саған сәбимін, көгілдір көктемді көзіңнен танимын. Ана, осы үш қана әріптен құралған ұлы сөзге, әлемнің барлық жылулығы мен бақыт пен махаббаты тіптен жаһан сыйып кеткендей. Анаға қаншама ақындар жыр арнаған, қаншама жазушылар шығарма жазған. Аналарға қанша жылы сөздер айтсаң да, бүкіл әлемнің асылын алдына үйіп қойсаң да, ананың, осы жандардың ақ сүтін өтей алмайсың. Бұл өмірге алып келген соң, ақ сүтін беріп, аялап, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, не сұрасаң соны алып беруге тырысатын анаңды Меккеге 3 рет арқалап апарсаң да, парызын өтей алмайсың дегендей, сіздердің алдарыңызда қарыздармыз. Ана баласын 9 ай, 9 күн құрсағында көтерген адам. Ана баласына еш уақытта жамандық ойламайды. Ананың мейірімінде мейірім, ананың жүрегінде жүрек жоқ. Ана деген шәрттен тұратын асыл сөздің мағынасын көбісі біле, көбісі білмейді. Жақсының да, ақылдының да, дананың да туатын тек қана ана. Жақсыны асырып, жаманды жасыратын тек қана ана. Ана әлемнің шамшырағы, бесіктің иесі, өмірдің керегесі. Анаға қанша тілек, қанша мақтау мен алғыс айтсақ та аз емес. Жақсы сөз жарым ырыс демекші, анаға жылы да жұмсақ сөз айтуды, алғыс білдіру мен мейірім танытуды ешқашан ұмытпайық.